Геннадий Головкин ұлттық олимпиада комитетінің президенттігіне ұсынылды. 14 ақпан күні Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің тәуелсіз сайлау комиссиясының отырысы өтті. Отырыста комитет президенттігіне кандидаттар ұсынылған. Олардың қатарында Геннадий Головкин де бар. Федерациялар ұлттық олимпиада комитеті президенттігіне Геннадий Геннадьевич Головкиннің кандидатурасын ұсынды делінген комитеттің бас ассамблеясының мүшелеріне жолдаған ресми хатында. Олимпиадалық спорт федерацияларының өтінімдері 11 ақпанға дейін қабылданды. Енді бұл орындарға бұрынғы премьер-министр Асқар Мамин, ұлттық олимпиада комитеті жалпы мәселелер жөніндегі вице-президенті Данияр Әбілғазин, боксшы әрі спорт және дене шынықтыру комитетінің бұрынғы басшысы Серік Сәпиев, спорт және дене шынықтыру комитетінің басшысы Ербол Мырзабосынов таласуда. Осыған дейін желіде бокстан бұрынғы әлем чемпионы ұлттық олимпиада комитеті басшысы ретінде қазақстандық миллиардер Тимур Құлыбаевтың орнына келеді деген ақпарат тараған болатын. Мәжіліс депутаттары комитеттің қазіргі басшысы Тимур Құлыбаевқа шүйлігіп, кәсіпкерлерді спорт саласынан алып тастау керегі туралы айтқан еді. Ұлттық олимпиада комитеті мәжілісмендердің сынына жауап беріп, мемлекеттің ұлттық олимпиада комитеті істеріне араласуы заңсыз және елдің имиджіне кері әсерін тигізуі мүмкін деп мәлімдеді. Бұл туралы ұйымның хабарламасында айтылды. Ұлттық олимпиада комитеттері мәліметтері бойынша комитет елдің спорттық қызметіне байланысты мәселелерді белсенді талқылауды бастайды, белсенді талқылауды бағалайды. Алайда мәжілісмендердің соңғы мәлімдемелері мен үндеулері аясында комитет өз рөлі мен функцияларын түсіндіруге шешім қабылдады. Мәлімдемеде ұлттық олимпиада комитеті үкіметтік немесе коммерциялық емес қоғамдық ұйым екендігі баса айтылған. Сондай-ақ ұлттық олимпиада комитетінің қызметін қаржыландыру мемлекеттік бюджетке байланысты емес, сыртқы көздерден жүзеге асырылады деген хабарламада. Сондай-ақ депутат мәлімдеген сандардың комитет қызметіне ешқандай қатысы жоқ. Аталған мемлекеттік қаражат еліміздегі спортты дамытуға, спорт резервін дайындауға жіберіледі делінген хабарламада.